Көрісу күні бірлік мерекесі. Көрісу күні көне тарихтан бастау алатын, бауырмалдық пен сыйластықтың, татулық пен ынтымақтың жарқын мерекесі. Бұл күнді жұрт асыға күтіп, ерекше құрметпен атап өтеді. Әр жылдың 14 наурызында тойланатын бұл мереке әсіресе Батыс Қазақстан өңірінде, сондай-ақ Ресейдің кейбір аймағында кеңінен таралған. Көрісу тек амандасу рәсімі емес, бұл адамның көңіл түкпіріндегі риясыз ықыласын білдіріп, жақындарына деген құрметін көрсететін ізгі дәстүр. Жасы кіші үлкенге барып, қол алысып, құшақ жайып амандасады. Бұл күні өкпе реніш ұмытылады, араздық атаулы жойылып, адамдар бір-біріне ақ тілегін арнайды. Қазақ халқы үшін көрісу күні тек қана көктемнің келуі емес, жан дүниенің жаңаруы, жүректердің жылуы. Табиғатпен бірге адамзаттың да мейірімге, тазалыққа ұмтылуын білдіретін бұл мереке мәңгілік елдің берекелі дәстүрінің бірі. Бүгінде көрісу күні Қазақстанның барлық өңірінде қайта жаңғырып, халықтың бірлігін нығайтатын мерекеге айналды. Бұл өткенді жаңғыртып, келешекке ұмтылудың нышаны, қазақы салт дәстүрдің ұмытылмас байлығы. Бұл мереке исламда болмағанымен, ол шариғат талаптарына қайшы келмей, онымен үндесіп жатыр. Оның бір дәлелі көрісу күнінің араздасқан, бір-бірімен араласпай кеткен жақын адамдарды татуластыруға, табыстыруға бағытталған қасиеті. Ел мен елді, адам мен адамды ынтымаққа шақыратын ерекшелігі. Бұның бәрі ислам діні мен қазақтың салт дәстүрі бір-бірімен сабақтасып жатқан құндылықтар екендігінің тағы бір дәлелі.